Қайырлы күн, құрметті үйренуші, жағдайыңыз қалай? Бүгін біз сізбен бір керемет тақырыпты өтеміз. Біздің қазақ тілді аудитория үшін бұл сәл қиындау тақырып болуы мүмкін, бірақ орыс тілінде ол оңай тақырып. Қазақ тілінде де оңай деп сендіремін сізді, өйткені сіз сұрақ қою арқылы біліп аласыз. Бір қызық айтайын, мысалы мындай нәрсе. Ол өте қауіпті машинаны айдайды. Ағылшын тілінде қалай болады? He drives dangerously. Яғни ly жалған тұр, dangerously, иә? Ол бір. Ал ол қауіпті жүргізуші дейтін болсаңыз, he's a dangerous driver. Байқасаңыз, бұл жерде сын есім болғанда dangerous болады ағылшын тілінде. Егер үстеу болатын болса, dangerously болады, ly жалған тұр. Қазақ тілінде екеуінде де қауіпті деп тұр, яғни шатастырасыз. Сол үшін сұрақ қоясыз. Ол қалай айдады? Қауіпті айдайды, ол кезде үстеу. Ал ол қандай жүргізуші? Қауіпті жүргізуші, ол кезде сын есім. Міне, проблема осы да. Бізде қазақ тілінде сұрақ қоймайынша, оны білу қиынға соғады. Тағы да бір мысал айтып көрейін сізге түсінікті болу үшін, иә? Мысалы, he's a careful driver десеміз, ол өте сақ жүргізуші. Ал he drives carefully дейтін болсақ, ол өте сақ айдайды. Екеуінде де қазақ тілінде сақ болып тұр, бірақ мағынасы екі түрлі. Ол қалай айдайды? Сақ айдайды. Бұл жерде үстеу. Ал егер ол сақ жүргізуші десе, бұл жерде сын есім. Енді сұрақ қою арқылы анықтауға болады, бірақ оңай жолын айтайын, оңай жолы анау етістіктің, яғни қимылдың қалай орындалғанын көрсетеді. Сол үшін ол үстеу болады. Соны естен шығармайық, иә? Окей, енді сабақты бастаймыз. Енді бізде сын есімге ly-ды қосатын болсақ, ол үстеу болады. Яғни оқиғаның қалай орындалғанын көрсетуге болады. Мысалы, Айбек speaks slowly. Яғни ол өте жай сөйлейді. Яғни ly-ды қосып тұрық. Өйткені менің сөйлеуімнің қай деңгейде орындалатынын көрсетіп тұрмыз. Сол үшін Айбек speaks slowly. Түсінікті ғой, ал егер мысалы ол өте қауіпті жүгіреді. Мысалы енді болады, бір қазақ тілінде бір апырақтап дейді ғой. Солай жүгіретін болса, мысалы he runs dangerously. Мысалы құлап түсетіндей болып жүгіреді ғой. Dangerously, иә? Окей, қазақ тілінде айтатын болсақ, мысалы сын есім мағынасында қолданатын болсақ, ол былай болады. He is a dangerous runner. Яғни ол қауіпті жүгіруші деген мағына. Құлап түсуі мүмкін, соғып кетуі мүмкін, мысалы әртүрлі нәрсе болуы мүмкін. Осы нәрсені де мән беруіміз керек. Енді арнайы бір ереже бар. Арнайы ережеде былай болады. Егер сөз кәдімгі сөздің өзіне ly жалғайса, ол сын есімді үстеуге айналдырамыз. Мысалы slow болса slowly, dangerous болса dangerously деген сияқты, иә? Ол бірінші ереже. Енді екінші ереже бар. Егер сөз y-мен аяқталған болса, y-мен аяқталған болса, мысалы happy, я easy. Оларға ly жалғау үшін y-іміз i-ға ауысады да easily, happily болып өзгереді. Соны мән беруіміз керек. Ол екінші ереже. Үшінші ереже, яғни бұрыс деген нәрсе бар. Оны тек қана жаттап аламыз. Ол сөздер қандай сөздер? Ол сөздер good-дің үстеуі goodly болмайды, well болады. Мысалы мындай нәрсе. Мысалы, оның ағылшыны күшті деп айтайық. His English is good. Бұл жерде сын есім мағынасында. Ал ол ағылшынша күшті сөйлейді дейтін болсақ қалай болады? He speaks English very well. Бұл жерде үстеу мағынасында тұр. Қимылдың қалай орындалғанын көрсетіп тұрмыз. Түсінікті ғой деп ойлаймын. Бұл біріншісі good, well болып өзгереді. Екіншісі hard күйінде қалады. Hardly болмайды. Мысалы, түсінікті ғой, мысалы, өте бір бағанағы болады, қиналып жұмыс жасадық деп айтатын болсақ, we work hardly болу керек еді, бірақ ол бұрыс сөз болған үшін we work hard болады. Енді оның үшіншісі ол fast. Fast қатты жылдам деген мағынада, мысалы he drives fastly болу керек еді грамматика бойынша, бірақ бұл бұрыс сөз болғаны үшін he drives fast болады. Яғни fastly болмайды. Осы үш сөзді жаттап алсаңыз болды, қалған бәріне ly-ды қосып айта бересіз. Қазір тапсырмалар беріледі, сол тапсырмаларды орындаңыздар. Тапсырма орындау барысында бұл тақырып тереңірек түсінікті бола бастайды.